Өзге де жаңалықтарға тоқталсақ, ана өмір, ана жыр. Осындай атаумен 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай мерекелік кеш өтті. Жанару мейрамханасындағы салтанатты бас қосуға қаладағы көп балалы, жалғыз басты, мүмкіндігі шектеулі және әлеуметтік жағдайы аз қамтылған отбасындағы аналар шақырылды. Өнерпаздар ән мен жырдан шашу шашты, ұйымдастырушылар қызықты ойындар ойнатып түрлі сыйлықтар тарту етті. Көктемнің алғашқы мерекесі қарсаңында аналардың құрметіне мейрамханада ақ дастархан жайылды. Кештің басты қонақтары көп балалы, мүмкіндік шектеулі 55 нәзік жанды болды. Бір қолмен әлемді, бір қолмен бесікті тербеткен әйелдер ерекше назарға іліккендеріне разы. Ұйымдастырып атқан адамдарға көп мың алғыс, рахмет. Бізге дастархан жайып осылай көмектесіп атқанына біз ризамыз. Ең бірінші рет келіп атқан жоқ, талай келдім, өзім, жолдасым, балдарым, мүмкіндігі шектеулі жандар біздерді осылай әрдайым шақырады. Рахмет, Алла разы болсын. Жаңаөзен политехникалық колледжі, Жаңаөзен жастар ресурстық орталығы, Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамы, Жаңаөзен қайырымды жандар, Маңғыстау облыс әкім аппаратының қоғамдық келісім мекемесі мен Жас отан жастар қанаты. Осы аталған мекемелер мерекелік бас қосудың өтуіне мұрындық болды. Мереке қарсаңында осы барлық ұйымдастырушылар осы бірігіп осы аналарымызға арнап ақ дастархан жайдық. Осы ретті пайдаланып барлық ұйымдастырушылардың атынан барлық нәзік жандыларды мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қала өнерпаздары концерттік бағдарламасын қойды. Кеште белсенділік танытып, ойындарға қатысып отырған аналарға сұлулық салоны, тігін, кондитерлік курстарға тегін сертификаттар табысталды. Басқосу соңында ұйымдастырушылар арнайы шақырған қонақтарға мерекелік сыйлықтар үлестірді. Сәуле Жолманбетқызы, Баққали Зиядинов, Айна ақпарат.